жақсы құрдастарым, бір дастарханның басында әдемі ниеттерін, тілектерін білдіріп, жақсы отырып, өте жеттен бері жақсы отырыс болып жатыр. Рухани демалыс. Демалып жатырмыз. Әзіліміз жарасып отыр, әліміз жарасып отыр. Керемет достар айтылып жатыр. Бәрі де аумин. Алланың құлағына шалынсын. Мен екі қызыма рахмет айтам. Осындай маған дастархан жайып бергенге. Әр адамның мінезі әртүрлі ғой. Мына бірдей емес қой. Менікі басқаша үй шаруасында жоқ. Соны білдіртпей, келінім жоғын білдіртпей, мінекей бүгін көріп отырсыңдар. Өтірік айтады, жаңа нанды өзі елеп салып қазір. Енді жалпы біздің ұғымымыз, мына бұлбұл бар, Мира бар, мен бар мына жерде 3 қыз, 3 богатыря. Сенің қонағың, менің қонағым деген принцип. Мыналар бөлмеге айналды. Менің қонағым, олардың қонағы, біздің қонағымыз деген принцип. Сол принципті ұстанудан сосын мың бір шүкірлік сендерге қадамдарыңа гүл бітсін, әдемі отыруға сендерге денсаулық, әр уақытта істеріңе сәттілік, қыдыруға, жан-жаққа баруға, қалталарыңа қаржы, қиналмастай, шашсаңдар да, көрсетіп шашсаңдар да, көрсетпей шашсаңдар да, әйтеуір қалталарыңда шашатындарың бар болсын. Шашулы болыңдар, бар болыңдар, көп болыңдар. Мен кезінде көп затты білмейді екем. Мен көп затты, мына осы қолым ғой. Мирадан көп зат үйрендім кезінде. Тойға барғанда міндетті шашуыңды апар. Ол шашуың өзіне қайтады деген. Соның ұғымы бар, айтқаны бар. Содан кейін мен енді айттым ғой, Мира, сен айтатынды айтшы, мен құлағыма тоқи берем. Мына бұлбұл бар, бәрі де мына жерде сендерден айтам, көршілерім айтам, мен білмеген затты сұрайын, ұялмайын, ақылдасам. Мынаны былай істегенде қалай болады, ананы былай істегенде қалай болады. Сонда Мираның сөзі барған жерінде шашумен бар. Сол міне зейнетке келіп жатырмыз, отчет беретін мезгіл былай бір қарағанда артқа қарап не бітірдім, не істедім. 20 жылдан бері көп затты үйрендік. 20 жыл, оның бер жағда орыс болдым ғой, шортимен жүрген. 20 жылдан бері көп затты қарадық, жан-жағымызға көз тастадық. Ел не істеп жатыр, көш қайда бара жатыр. Бағыт беруші болды, көмектесуші болды. Сыртына қарап қойып, мынау дұрыс емес, мынау былай істесең деген әңгіме болды. Мына қасында қыздарынан. Шүкір, мінекей, сонымен сол бағытпен бүгін отчет беретін кезім 61 деген жас, әдемі жас. Бұл жасқа жетпей кеткен сіңілерім бар, апаларым бар, ағаларым бар. Шүкір, семьяда мен екінші адам, 61-ге келіп жатыр екенбіз, 8 адам едік. Құдайға шүкір етем, бармыз. Мынандай ағаларым болғанда, мынандай көршілерім болғанда, мынандай құрдастарым болғанда, мен бармын, мен көппін. Мен қасында ана шалым болғанда, ол бөлек әңгіме, ол ерекше. Ұзақ өмір сүр деп тілегім келеді. Бір кезде жастықпен жының келеді, ой, еп, твою матқа саласың ғой. Қазірге мына үлкейген соң, мына жаңағындай зейнет жасқа келген соң, аман жүрші деп, осы кісінің тілегін тілеудемін. Өтірік жоқ. Осы кісінің себебі, ана балалармен сөзге келіп қалсақ та, түсінетін, көтеретін, әр уақытта осы менің шалым. Балалар балалығын жасайды. Қатындарын алады да бөлмелеріне кетеді. Мана түсінетін, жүріп кетейікші, бүйтейікші, сөйтейікші деп, осы шалмаған әлін жетеді. Сол үшін ұзақ